Әйелсіз үй, жарықсыз дүние. Тымырайып немесе мөлиіп отырған әйелден қорқу керек. Себебі ондай әйелден әйелдердің өздері де қорқады. Әйелдермен ақылмен емес, жүрекпен пікір таласады. Сіз әрқашан өзіңізді кінәлауыңыз керек. Егер сенің әйелің ұмтылатыны ақша болса, демек сен оған қажеттіліктерін алып бермедің және дәлелдемедің ақша табатыныңды. Әйелдің отбасындағы негізгі функциясы тәуекелдерді басқару, ақша табу емес, ақша үнемдеу. Ақылсыз еркек көп ақша тапса бұзылады. Ақылсыз әйел бұзылса, көп ақша табады, дейді. Аллах ерлерге халал табыс, әйелдерге адал намыс берсін. Әйел адам әрдайым жолдасының жанында жүру керек. Егер болмаса, онда ол оны ұмытуға хақысы бар. Әйелдер әрдайым ер азаматтарынан адалдықты күтеді. Жылағанда жұбанышы, құлағанда қуанышы болғанын қалайды. Қандай да болмасын шешімді бірге қабылдағысы келеді. Әйел алсаң қарап ал, ақылдысын, сол болар басқалардан жақын кісің. Ағайынға, туысқа қайырылса, дүниеде нағыз сол ғой мақұл кісің. Ерге аю, балаға қасқыр болса, ондай қатын алғанның күні құрсын. Не іске де әйел араласса, бәрі жақсы аяқталатынына сенімдімін. Әйел әлемді басқаратынын түсіндім. Әйелдер тек жасаған опасыздықты кешіре алмайды. Егер ойын ережесін басынан ұйымдастыратын болсаңыз, әйелдер оны еріксіз қабылдайды. Алайда ойын барысында ереженің өзгергенін жандары сүймейді. Әйел ақылынан артық түсініксіз ештеңе болмас. Оларды бір нәрсеге көндіру мүмкін емес. Сондықтан да оларды өздеріне көндіру керек. Тон бітпеске тон бітсе, қағуменен тоздырар. Жаман әйелге қоң бітсе, ер жігітті аздырар. Жаман әйел жақсы еркектің соры. Әйел болмаса, еркек есінен, еркек болмаса, әйел ажарынан айырылады. Мен үшін ең қиын соғыс әйелім. Әйел ашуланса жеңіледі, еркелесе жеңеді. Әйел 40-қа келгенше өңін бермесе қасиет, еркек 40-қа келгенше есі кірмесе қасірет. Әйел біткеннің бәрі де өздерінен сұлу көрінген әйелге жау келеді. Әйелдің естілігі жеңсе, сұлулығы да арта түседі. Ұсқынсыз әйел болмайды, еріншек әйел болады. Барлық әйел сұлу болып тумайды. Ал 30 жасқа дейін әдеміленбесе, оның жай ғана ақмақ болғаны. Әйелдер үшін киініп, өзара бәсекелестейді. Ол рас. Бірақ егер жер бетінде ер адамдар болмаса, олар тіпті киінбес те еді. Жаман еркек жар қадірін білмес, жайсыз әйел ер қадірін білмес. Жалқау адам тер қадірін білмес, жетесіз жігіт ел қадірін білмес. Әйел ана бір қолымен бала тәрбиелесе, бір қолымен әлемді тербетеді. Табиғат әйелге былай дейді: қолыңнан келсе сұлу бол, қаласаң дана бол,
ал саналы, ақылды болуға міндеттісің. Сұлу әйел алған өмір бойы қарауыл болып өтеді. Бай әйел алған өмір бойы құл болып өтеді. Істі талқылағыңыз келсе, ер адамға, жүзеге асырғыңыз келсе, әйел адамға барыңыз. Еркекті бұзатын екі құмарлық, арақ пен әйел. Әрбір жетістікке жеткен ер адамның артында әйелдің шексіз махаббаты тұрады. Әрбір жетістікке жеткен әйелдің артында бір еркектің сатқындығы бар. Әйелдерді сөйлеудің миллион түрлі тәсілі бар, бірақ сөйлетпеудің ешқандай тәсілі жоқ. Әкесінің ақшасына үйленген әйелінің қадірін білмейді. Екі сиырың болса, айран болар, екі қатының болса, ойран болар. Жаман қатын алғанның жауы үйінде, екі қатын алғанның дауы үйінде. Атың жаман болса, сатып құтыларсың, әйелің жаман болса, қайтып құтыларсың. Еркек үйдің иманы, әйел үйдің жинағы. Жақсы әйел жігіттің жақсы қылар жаманын, ұшқыр қылар шабанын. Жаман әйел жігіттің тайдырады табанын, тар қылады заманын. Жетесіз әйел ер қадірін білмес. Елді қорғайтын ерлер, ерлерді тәрбиелейтін әйелдер. Жақсы аттың тісін ашып қарама, киесі болады. Қатыны жастың жұрт көзінше жасын сұрама, әр нәрсенің жүйесі болады. Байсыз әйел үйде тұрмас, баусыз оймақ қолда тұрмас. Жаман әйел байына жалғыз атын сойғызар, жақсы әйел жолдасын жоқтан құрап тойғызар. Әйелдің шашы ұзын, ақылы қысқа. Екі әйел басы қосылса, үшінші әйелдің соры. Жаман қатын өлсе, төсек жаңғырады. Жақсы қатын өлсе, бас қаңғырады. Бірінші әйел шекер, екінші әйел бекер. Ері өліп ерге тисе, елдің жорасы. Ері тұрып ерге тисе, беттің қарасы. Әйелдің ақылын жесірінде байқа, баланың ақылын жетімінде байқа. Жақсы әйел жарының жақсылығын асырар, жамандығын жасырар. Ерге жақын қатын елге де жағады. Ақылды әйел күйеуінің ойнап айтқанын ойлап талдайды. Әйелді бастан, баланы жастан. Ердің асылы күшінен білінеді, әйелдің асылы ісінен білінеді. Әйел сырын әйелден сұра. Сиырды жақсы көрсеткен артындағы танасы, әйелді жақсы көрсеткен қасындағы баласы. Әйелінен сескенген ауылдасына шай іш демейді. Көшерде жұрт жаман, айрыларда әйел жаман. Жақсы әйелдің қолы ұзын, жаман әйелдің тілі ұзын. Еркек дауысты әйелдің ісі болмас, қатын дауысты еркектің күші болмас. Жақсы әйел жаман еркекті би етеді, жаман әйел жақсы еркекті құл етеді.
Жақсы әйел ер көңілін өсіреді, жаман әйел ер отын өшіреді. Әйелдің жақсысы ерімен ойласады. Алтын отпен, әйел алтынмен, еркек әйелмен сыналады. Ерте тұрған жігіттің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық. Жаман қатын терісін жимай иттен көреді, басын жумай биттен көреді. Ақылды қыз білімге жүгірер, ақылсыз қыз сөзге ілігер. Келіні жақсының керегесі алтын. Арнама тіркеліп, лайк басып, жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі. Әйелдер жөнінде тағы да не білесіз? Комментарияға пікір қалдырыңыз.